Өтепқалиев қайда бар екен? Келеді. Не келмейді енді үш болды ғой. Акиматтың несінде отыр деп қой. Онда акиматтан қашан бар еді? Қызық болды мынау. Біз ойыншық қылмайық кеңесімізді. Комиссия беделімізді кетірмейік. Не айтасыздар сіз енді? Мына 28 жүйені не айтасыздар? Айтыңызшы. 28 ұсынысамын қазір бөлім басшысы келеді. Бұл да келе ме сырттан әлі? Сіздер не қостыр онда? Алло. Кім, Тілек, сен келшеш, мен айттым осыған. Сен келіп, басшағанда бол. Кімге, Қарағайыпқа ма? Жақсы қазір мен звондап айтам Қарағайыпқа. Кімге звондап айтам? Жақсы қазір соға. Не бітіріп отырсыз сіз? Деттім. Содан менің өзі ауыр ғой саған. Білейді, оны 87 миллионға туалет салды, сіз қайда қарап отырсыз дейді. Не істеуім керек? 28 заңсыз құрылыс бар, не бітіріп отырсыз, не қайда қарап отырсыз дейді. Білеуім керек бұнда. Комитет адамдар келсін, біз біреу жаңа жамандау емес тұмса, мәселені талқылайық, айтайық дейді. Біз қарадық дейтін мәселе қажет емес бізге. Формально қажет жоқ бізге. Екінші сұрақ бойынша уәкілет жауапты орган біздер шыққандар. Зам әкім керек бізге. Сенің қажетің жоқ былай қарағанда. Түсіндің бе? Зам әкім керек бізге. Сенің көруші замың кім? Сол кісі керек бізге. Біз қазір сол кісіге сұрағымыз бар. Комиссия мүшелері Аманат партиясы Маңғыстау облыстық филиалы жанындағы партиялық бақылау комиссиясының кезекті отырысы. Күн тәртібінде төмендеген мәселелер ұсынылды. Бірінші, сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін ұсталған Ақтау қалалық білім бөлімінің басшысына партияның беделіне нұқсан келтіргені үшін партиялық жауапкершілік туралы тиісті шешім шаралар қабылдау үшін ұсыныс берілсін. Екінші, Ақтау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі басшысының жағалаудағы 5 әжетхана тұрғызған мердігерге 87 миллион теңге қаржы жұмсағаны үшін ақпараты тыңдалсын. Үшінші, Ақтау қаласы бойынша заңсыз тұрғызылған 28 құрылыс нысаны бойынша жер телімдеріне заңсыз рұқсат берген мемлекеттік лауазымды тұлғалар партия мүшелерінің жауапкершілігі қаралып, тиісті шаралар қабылдау ұсынылсын дейтін мәселелер. Төртінші, комиссия жұмысы орындалған өзекті мәселелер жөнінде жасалған талдау қорытындысы бойынша жоспарлар жасау дейтін мәселе біздің комиссия құрамына ұсынылады. Енді осы мәселенің үшінші мәселесінен бастайық. Қазір мына Дәурен Өтепқали мырзаның қатысуына байланысты, талабының қатысуына байланысты Ақтау қаласы бойынша заңсыз тұрғызылған 28 құрылыс нысаны бойынша жер телімдерін заңсыз бергені үшін объекттерді пайдалануға беру актілерін есепке алуға қатысты 1491 құжат келіп түсті. Оның ішінде 392-сі есепке алынды. Қалған 1099 қабылдау актілері бойынша заң талаптарына сәйкес бас тарту туралы шешім қабылданды. Келіп түскен өтініштер мен мемлекеттік органдар хаттарына сәйкес 55 жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізілді. Тексеру қорытындысы бойынша, сондай-ақ прокуратура органдарының ұсынымдары бойынша 384 әкімшілік хаттама жасақталды. Жалпы сомасы 124 миллион 958 мың теңге мөлшерінде айыппұл мемлекет меншігіне өндірілді. Оның ішінде сот органдарына 77 әкімшілік хаттама жолданып, жалпы сомасы 7 миллион 848 мың теңге айыппұл құрады. Хаттамалардың 80%-і Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 810 бабына сәйкес қысқартылған өндіріс тәртібімен жасалды. Яғни 124 миллион болса, негізінде 248 миллион. Тұрғын үй нысандары бойынша келетін болсақ, 20 жылдан бастап бүгінгі күнгі жағдайға сәйкес Ақтау қаласы бойынша 128 көппәтерлі тұрғын үй кешенінің құрылысы жүргізілуде. Оның ішінде 26 нысан өз бетінше салынуда, құрылыс монтаж жұмыстары рұқсаттама құжаттарсыз жүргізілуде. Яғни 26 нысаны 22-сіне әкімшілік шараға қолданылды. Қалған 4 нысан бойынша басқарманың құрылыс салушы тұлғаларымен түсінік жұмыстары жүргізіп, рұқсаттама құжаттары рәсімдегенге дейін құрылыс монтаж жұмыстарын тоқтату туралы ескертулер берілді. Бүгінгі таңда заңнама талаптарын бұза отырып салынып жатқан заңсыз құрылыстардың
35-іне мәжбүрлі бұзу туралы экономикалық сотқа талап арыз жолданды. Ақтау қаласында өз бетімен салынып жатырған заңсыз құрылыс саны 30 және Жаңаөзен қаласы бойынша өз бетімен салынып жатырған құрылыс саны 2. Олардың ішінде 32 талап экономикалық сотпен қанағаттандырылды. 30 Ақтау қаласы, 2 Жаңаөзен қаласы. Оның ішінде 25-де талап арыз заңды күшіне енді. 24 Ақтау, Жаңаөзен қаласынан 1. Бір талап арыз бойынша бітімгершілік келісімге қол жеткізілді. Бір талап арыз бойынша экономикалық сот қанағаттандырудан бас тартты. Алайда операциялық тұрғыда прокуратура органдарымен бірлесіп, экономикалық соттың шешімі жойылып, әкімдік талабы қанағаттандырылды. Қалған 3 талап арыз бойынша сот процестері жүргізілуде. Облыс сонымен қатар 4 объектіні бұзу туралы біз жұмыстарын жүргіздік. 4 объекті бұзылды. Енді облыс әкімдігі жағынан үлестік қатысуы бар тұрғын үй мәселелері жөнінде облыстық ведомстволық комиссия құрылды. Оның отырысында үлестік құрылыстың проблемалық мәселелері қаралады. Комиссия құрамында прокуратураның, кәсіпкерлер палатасының және Маңғыстау облысының уәкілетті органдарының өкілдері бар. Комиссия төрағасы Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары. Бүгінгі таңда комиссияның 4 отырысы өткізіліп, 16 нысан бойынша мәселелер қаралды. Оның ішінде 8 нысан бойынша медиативтік тәртіппен келісу туралы шешім қабылданды. 4 құрылыс нысаны бойынша мәжбүрлі бұзу туралы шешім қабылданды. 8 нысаны 6-ы медиативтік келісімге қол жеткізілді. Оның 5-і бойынша қазіргі таңда Казнисадан қорытындылары бар. Қазіргі таңда сот шешімі сәйкес 4 құрылыс нысаны мәжбүрлі бұзылды. Ол Мұнара, Байкулов, компания Стройальянс және Кристал Сити деген тұрғын үй кешендері. Әрбір өз бетінше салынып жатқан заңсыз құрылыс объектісі бойынша комиссия жеке шешімдер қабылдайды. Жалпы осы жағдай бойынша мынандай шаралар көзделеді. Яғни бірінші, комиссия құрылыс салушыға белгіленген мерзімде 2 айдан 5 айға дейін Казниса дейміз ғой, научно-исследовательский центр. Содан тұрғызылған объектінің техникалық тексерудің оң қорытындысын, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын және басқа да қажетті рұқсат құжаттарын ала отырып, жобалық сметалық құжаттама әзірлегеннен кейін ғана құрылысты жалғастыруға және оны дербес аяқтауға мүмкіндік береді. Екіншіден, жоғарыда көрсетілген талаптармен келіспеген немесе орындамаған жағдайда тұрғын үй коммуналдық инфрақұрылымды дамытудың 26 жылға дейінгі тұжырымдамасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2022 жылғы қаулысына сәйкес проблемалық объекттерді үлескерлерінің мәселелерді шешу кезінде қолданылатын қадамдық іс-қимыл алгоритмі қолданылатын болады. Көрсетілген іс-қимыл алгоритмі жер учаскесінің және аяқталмаған құрылыс объектісінің сот шешімі негізінде үлескерлердің пайдасына өндіріп алу, басқаға беру шарты негізінде уәкілетті ұйымға беруді, бас мердігерді айқындауды, объектіні салуды және пайдалануға беруді, оның қорытындысы бойынша үлескерлерге пәтерлерді беруді көздейді. Осы алгоритм шеңберінде мәселені толық шешу шамамен 2 жылды қажет ететінін атап өткен жөн. Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде 22 жылмен салыстырғанда құрылыс салушылар тарапынан заңсыз құрылыс санының төмендеуі байқалды. Енді тағы да басқа проблемалық 2 объектіміз бар. Ол 2 мекемеміз бар, Интерьер Строй Ақтау және Багис. Бұларға қатысты жымқыру фактісімен қазіргі таңда қылмыстық іс қозғалуда. Қылмыстық іс қозғалғаннан кейін ары қарай тиісті әкімдікпен шаруа қабылданатын болады. Жалпы енді біздің Ақтау қаласында 10 жылдан бері келе жатқан тәжірибе, ең бастапқыда құрылысшылар жер телімін алады. Алғаннан кейін ешқандай рұқсатнама құжаттарынсыз салым салады, жарнамалау арқылы арзан бағаға шақырып қаражаттарын тартады. Сол қаражаттардың негізінде құрылыстың қаңқасын тұрғызады да, құрылыс сосын салымшыларды әкімдікке жолдайды. Яғни техусловие алып беруге, ремонт жасақтауға салымшыларды кіргізіп, үйлерге орналастырып, содан кейін тиісті коммуналдық қызметтерді алдыртуға жұмсап, үйді заңдастырып беруге осындай шараларды қолданып келген. Бұл енді жаңағы сана сезімде қалыпты жағдай болып саналған. Осыны біз алдымен тоқтатуды, яғни заңсыз құрылысқа жол бермеу бағытында осындай қатаң шараларды қабылдап келеміз. Ең бастапқыда рұқсатнама дейтініміз ол қалай? Ең бастапқыда жерді алу тәртібі. Жерді қалай алады? Жерді бастапқыда берілетін уәкілетті орган жергілікті атқарушы орган, әкімдік.
Бірақ бұл ситуацияда барлығын жерде берген емес, бұл 2006 жылы, 2005 жылы алған жер телімдерде болуы мүмкін. Бирок аркылы келісім сатып алу, келісім шарт арқылы алған. Яғни содан кейін жерді алғаннан кейін сәулет жоспарлау тапсырмасы дейтін бар, АПЗ. Қандай тек условияларды алатын. Содан кейін эскиздік жобасы сақталынады. Бұлар әкімдік тарапымен келісіледі. Эскиздік жоба дегеніміз эскиз проектісі қалай әдемі болып тұратын сыртқы келбеті. Содан кейін эскиз бас архитектормен келісілгеннен кейін жұмыс жобасы сақталған. Жұмыс жоба ол рабочий проект қалай тұрғызылады, соның бәрі сызылады, чертежі ғой. Осы жұмыс жобасы сараптаманың оң қорытындысын алу керек. Яғни ол мемлекеттік сараптама болуы мүмкін, егер де 5 қабатқа дейін болса, жеке аккредиттелген сараптама беретін ұйымдардың оң сараптамасы болу керек. Сол сараптаманы алғаннан кейін ғана біздің басқармаға құрылысты бастау туралы хабарлама береді. Осы этап 5 этап сақталуы керек. Құрылысқа қойылатын негізгі талаптар осы. Біздің құрылысшылардан осы талаптар сақталынбайды. Сол себепті бұның бәрін біз заңсыз құрылыс деп шығарамыз. Бұрын сонда 2012 жылға дейін газ мекемесі бұл құрылысқа рұқсат беретін еді, қағаз түрінде. Бұны енді кәсіпкерлерді қолдау саясаты негізінде жалпы бақылау және қадағалау функциясын азайту бағытында осы біздің рұқсат беру дегенді алып тастады заңмен. Біздікі тек хабарлама, уведомительный характері деген. Тек қана құжаттарым бар деп бізге хабарлама береді, содан кейін барып жұмыстарын жүргізу керек. Сол себепті мен біздің басқармаға қарсы рұқсат береді дейтін тұлғалар жоқ деп есептеймін, себебі бізде тек уведомительный порядка біз хабарламаны қабылдаймыз құжаттарды. Әрине, қазіргі таңда осы бағытта 96% десем болады, құрылыс, заңсыз құрылыс тоқталды. Оның ішінен тұрғын үй құрылыстарын айтатын болсақ, егер де қазіргі таңда осындай бағытта заңсыз құрылыс жүргізілетін болса, бізде тиісті шара қабылдаймыз. Міндетті түрде алдын ала шараларын біз жасақтауымыз керек. Яғни мына заңсыз құрылыс дегенімізде әрбір құрылыста авторлық қадағалаушы болу керек, техникалық қадағалаушы болу керек. Авторлық қадағалаушы дегеніміз бұл өзі проекттің авторы ғой. Проект сызылғаннан кейін осы салынып жатқан құрылыс жобаға сәйкес жүріп жатыр ма, сәйкес жүріп жатқан жоқ па, отклонение бар ма, ауытқу бар ма, осының бәрін тексеріп, құрылыстың басында жүріп, тиісті өзінің жаңағы авторский надзордың журналы бар, сол журналға бүкіл кемшіліктер болса бізге баяндау керек, я болмаса подрядчикке беру керек, орындауға, соны қадағалайтын жауапты тұлға. Техникалық қадағалаушы дегеніміз бұл құрылыстың бүгінгі таңда ең сапасына жауап беретін сарапшы. Яғни құрылыстың басында жүріп, на ходе реализация проекті бүкіл құрылыстың басынан бастап, қандай материал қолданып жатыр, входной контроль қандай, соның бәрін жүргізіп, құрылыстың сапасына баға беретін тұлға. Яғни осындай сарапшылар жоқ болғасын, біз құрылыс қалай салынып жатыр, құрылыста қандай сапа бар, осы құрылысқа кепілдік ешкім бере алмайды. Сол себепті біз бұл құрылысты заңсыз құрылыс деп есептеп, сотқа бұзу туралы тиісті арыздар жолдап жатырмыз. Правила застройка сәйкес объект қай кезде қабылданады? 100% дайын болған кезде ғана қабылданады. Сол жаңа айтқанда біздің кәсіпкерлер, құрылыс салушылар алдын ала салымшыларды, жаңағы коммерческий помещение иелері бар, соның бәрін объектіге кіргізіп жібереді. Олар ешқандай без ввода эксплуатация объект эксплуатируется дейтін түсінік бар. Жаңа бізде тиісті әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес 323 бап бар. Осы баппен біздер тиісті бізге өтініш түскен жағдайда тексеріп, айыппұлдарын салып, оның бәрін тоқтатып жатырмыз. Кәсіпкерлердің жауапсыздығы деп есептеймін. Себебі мына жерде көп мәселенің бәрі мораторияның аясында, яғни біз президенттің жарлығы негізінде біздер ешқандай кезінде 20-дан 23 жылға дейін тексерісті жүргізе алмадық. Шынымен де қандай да бір көп адам айтады ғой, бұрыннан бізге келіп отырғандар көп, бұрыннан бері салып жатқан кезде қайда қарадым дейтін. Моратория болды, моратория бекітілді, 1 жыл жарым уақытта қандай тиісті жағдайларда біз тексере алмайтындай не болды, қолымыз байлаулы болды. Сол себепті бұл заңсыз құрылыс көбейгеннен кейін бар республикалық деңгейде бұл мәселе көтерілді. Тек қана 21 жылдың наурыз айының соңында министрліктің тиісті өкімі шықты. Яғни қай кезде біз тексере аламыз. Яғни бұл факт
Оның ішінде де егер де жаппай қауіп, массовая угроза дейміз ғой, если нарушение несут потенциально массовую угрозу дейтін бар. Сондай түсінік болған жағдайда, ал оны тексере аламыз. Ол түсінікте қандай нарушениялар, қандай заңбұзушылықтар кіреді дегенде, оның бірі жаңағы заңсыз құрылыс бар. Осы фактілермен біздер мен 22 жылы мамыр айының соңында тағайындалдым. Осы сол сентябрьден айынан бастап біз бүкіл объекттердің бәрін тексеріп, қазіргі таңда бір жылдың шамасына сот процесті өзіңіздер білесіздер, ұзақ мерзім ғой. Жаңағы кассациялық бар, бірінші апелляциялықтан кейін кассациялық бар. Осы тұлғалардан жетіп, қазіргі өзі соттың шешімін біз іске асырып жатырмыз. Қазір енді кәсіпкерлер көзі жетіп жатыр, яғни бұзылу дейтін бұрын соңды басқармамен бірде бір объект бұзылмаған, ешкім бұза алмайды. Осы биылғы біз қашан осы қазан айында бастадық, қараша айында бастадық, қазанның соңында. Осыған дейін тек гаска дейтін қағазбен бұзады, фактически ол бұзылмайды дейтін, вообще бұзылмайды деген сондай бір түсінік қалыптасқан. Қазір кәсіпкерлердің жауапкершілігі бар екенін өздері сезініп, қазір ең бастапқыда рұқсат алуға бізге ақпарат сұрап, қалай рұқсат алуымыз керек, қалай процедурасы қалай деп бізге де көп келіп жатыр. Соған сәйкес мен қазіргі таңда бұл бағытта, заңсыз құрылысты тоқтату бағытында бір не бар. Үлгерген. Иә. 22 жылдың сол бастапқы тағайындалғаннан кейін ішке реформа жасалды. Яғни көзқарас өзгерту керек болды. Яғни біздерге тәртіп жаза дейтін көп болу себебі ең бастапқыда біздер адамдардың жеке арыздарымен жұмыс жасаймыз. Әрбір арыз қазіргі таңда әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Оның талаптары бар, яғни жасырын жүргізу керек, толыққанды ақпарат беру керек, уақытылы 15 жұмыс күнінде беру керек. Мысалы, оны созатын жағдайда оның негіздемелері болу керек. Сол себепті біздің жұмыс тәртібінде тиісті осындай құрылыс инспекторлердің бар, жаңа объектке барғанда жауапкершілігі бар. Соның бәрін өздерінің қызметтеріне салғырт қараған жағдайда ауызша ескерту емес, мен ондай шешім қабылдадым. Тәртіпті жаза қолдану бағытында, яғни әрбір инспектор өзінің жауапты мемлекеттік қызмет екенін түсінсін деп, сол себепті біз осында барлық тұлғаларға, гасканың барлық лауазымды тұлғаларына біз тиісті тәртіп жаза қабылдадық. Соның нәтижесінде бүгінгі таңда қазіргі жұмыс деңгейі жоғарылатылды, яғни сонымен қатар қазіргі таңда тәртіп жаза ондай жоқ. Біз тиісті бұл бағытта жұмыстар жасақтап жатырмыз. Біздер сол жылдың бірінші жылдықта 23 жылдың бүкіл авторлық қадағалау жүргізіп отырған тұлғалардың барлық объектілерді көтердік. Біріншіден тұрғын үйлерден бастадық. Авторлық қадағалаудың бәріне шақырып, жол берген кемшіліктерге сәйкес біздер айыппұл шараларын істедік. Яғни бір авторский надзор 4-5 объектіде авторлық қадағалау жүргізетін болса, 4-5 объект бойынша біздер айыппұл салдық. Сол кезде авторлық қадағалаушылардың бәрі гаска бізге қысым көрсетіп жатыр деп, кәсіпкерлер палатасына барып, прокуратура органдарына бізге жұмыс жүргізбей жатыр деп. Бірақ оған қарамастан біздің қызмет заңның шеңберінде болғандықтан біздер осындай қатаң шараларды алғаннан кейін бүгінгі таңда бұл бағытта да жұмыс жайлап істеді, алға ілгерілтіп. Себебі қазіргі таңда объекті біткеннен кейін пайдалануға беру кезінде заказчик, подрядчик, авторский техникалық надзор қол қояды ғой. Қол қоятын кезде бұлар көп объекті қаламаған жағдайда қол қоймай жатыр. Ол бірінші себеп. Екінші себеп, заказчик бізге хабарламаны жолдаған кезде авторлық қадағалау мынау деп көрсетіп кетеді ғой. А фактически екеуінің арасында келісім шарт жоқ. Заказчик оның өзі ананың мекемесін пайдаланып тапсырып кеткен жағдайы да бар. Сондай да мәселе анықталды. Біздер барлық келісім шарт жоқ, мен жүрген жоқ, мені жазып жіберді деп, оның үстіне барып, прокуратураға заказчиктің үстінен қылмыстық қозғатуға дейін де өтініште бар түскендері. Осындай себеп салдары бар. Қазіргі таңда біздің техникалық қадағалаушылар әрбір объектте техникалық қадағалаушылар тағайындалғаннан кейін ай сайын бізге объекттің құрылысы бойынша бізге есеп беріп отыру керек. Біздер жылдың басынан бастап
бүкіл январдан бастап көтерілген хабарламаларды көтеріп, қазір техникалық қадағалаушы ай сайын есебін беріп жатыр ма, беріп жатқан жоқ па, сол бойынша біздер қазір шара қабылдап жатырмыз. Егер де бір айда есеп берілмесе, оған 500 айлық есептік көрсеткіш негізінде біздер айыппұл салып жатырмыз қазір. Қазір енді сөздің шыны газ мекемесі халық емес кәсіпкерлерге кішкене жау көзбе сияқты болып не істеп, облыс әкімінің атына да көптеген шағымдар бәрі келіп жатыр, бірақ бір оңтайланған жүйе деп есептеймін біздің тарапымыздан. Бірнеше нарушение бар. Бізде де жақында келіп түскен хабарламаларды біз қарадық. Өзіңізге біз қатысып отырғанбыз. Кемшіліктер жою бойынша кейбір сараптамалардың ішінде негізсіз берген сараптамалар да бар. Біз бұл бағытта да тиісті жұмыстар атқарып жатырмыз. Жақсы. Тағы кімде қандай сұрақ бар? Так, мынандай сұрақ. Сіз мына бізге енді жалпылама кетіп жатыр. Мына бүгін тақырыпқа байланысты 28 заңсыз құрылыс нысаны бар. Солай ма? Қазіргі таңда 35-ін жолдадық біз сотқа. 35 бар ма? Бұған 28 болып кетті ғой жаңында соңғы алдыңғы ақпараттарда. Енді жақсы, онда 35 ақ болсын. 35 жіктей аласыз ба? 35-тің заңсыздығы мынандай кемшіліктен мынау, мына кемшіліктен мынандай. Бұның жері заңсыз болды, болмаса басқа жері заңсыз дейтін бір жіктеу бар ма сіздің қолыңызда? 35 жіктеңізші, қысқа. Дөрін кім еді? Талабылы ма? Иә. Сіз 35-ні кең көреді екенсіз, уақыт алып тұрсыз. Қысқа айтыңызшы сөзге. Нақты. 35-тің 4-еуі этажностьтан отклонение. Қалай? Этажность, қабат. Мысалы, 5 қабатқа рұқсат алады ма, 7 қабат салады. Этажность, 4-еуі. Қалған 31-і ешқандай рұқсатнама құжаттарын алмаған. Жер емес, жер бар, нысаналы мақсаты бар. Ішінде 2 объектінің нысаналы мақсаты сәйкестенеді. Жақсы, 2 объектінің нысаналы мақсаты сәйкестенеді. Ол мысалға тұрғын үй емес, мысалға басқа бір коммерческий нысан, бірақ тұрғын үй қылып қойған да. ИЖС. Мысалы сондай шығар, жақсы. ИЖС. Ал қалғанның 31 нысанның енді 29 сонда жаңа құжаттардың дұрыс емес қой, солай ма? Иә. Ол былай болып тұр онда. Сізден жаңа уақытына келіп гаскіден келіп рұқсат алмаған, тағы бірден алмаған, сондай ғой, иә? Әкімдіктен бастапқы тараптан құрылысқа қойылатын негізгі талаптар сақталмаған. АПЗ, эскиз, рабочий проект, экспертиза, уведомление жоқ. Бұны кім қарау керек еді? Әбден құрылыс біткесін қарауымыз керек қой, 28 адамда, 28-35 объект айқайлатып, бүкіл ел шулатып, республиканы шулатып бір айтуымыз керек пе? Жоқ, неге сол мысалы 2 ай сайын неге қаралмайды? Кім қарап тұру керек еді? Неге ана акиматта архитектор не бітіріп отыр? Ай сайын сіздің тарапыңыздан мысалға, сіз мысалға айтайын, ақтаудың басын қарарсыз, жақсы. Бұдан бейнеуді қарай аласыз ба сіз? Қарай аламыз. Қарай алмайсыз. Неге? Енді ол 500 метрге сіздің адамдарыңыз өзің 15 адам қайда барып жатыр? Ай сайын барып білмейді ғой. Мен былай айтайын, тексеру жұмыстары, тексеру қадағалау жұмыстары тиісті өтініш болған жағдайда жүзеге асырылады. Енді саған өтініш түспеді ғой. Мен заңсыз құрылыс салып жатырмын деп кім айтады? Кім саған өтініш береді? Оны қайдан білесіз заңсыз құрылыс екенін? Ол мына жерде былай. Ай сайын қалалық әкімдіктің архитектура бөлімі тиісті мониторинг жүргізіп. Жақсы. Жалпылама сұрақ еттіңіз. Мен ойлаймын, бұл жерде жаңа 34-тің 31 дедің ғой. 4-еу этажность, сосын 31-і. 31-дің 2-еуінің жаңағыдай сәйкес келмеген. Қалған 29-на айтқан сізден рұқсат алынбаған, болмаса АПЗ дұрыс емес, архитектордан алынбаған, тағы сондай кемшіліктер сияқты. Солай ма? Иә, рұқсат алынбаған, құрылысқа қойылатын талаптар орындалмаған. Бұл ойлану керек сияқты мәселе, қалай екенін. Бірақ енді заң бойынша дұрыс емес дейтін дұрыс емес қойылады ғой. Бірақ бұл жерде бір не бар сияқты. Бюрократизм бар бұл жерде. Маған газке келмейді деп осы заңсыз болып кетуі мүмкін. Уақытта маған мысалы мынандай уақыттан газ келмеген мен рұқсат алу керек еді, апасын қарату керек еді. Келген жоқ, заңсыз. Деп кетіп жатқан сондай ма деп мен көңілім қарашады. Мысалы, ертең сіз қанша 31 объекттің қаншасын бұздыңдар қазір? 4-еуін бұздық. Қалғанын неге бұзбайсыңдар? Әрбір зат уақытының еншісіндегі мәселе. Сотқа берілді ма? Берілді. Соттың шешімі шықты деп отыр. Бәріне ма? Иә. Қарау керек мені. Бұл жерде енді мен өз басымен жеке бір мекеменің, бір мекеме маған келіп уақытында АПЗ алған жоқ, маған келіп рұқсат алмады деген мен солай заңсыз болып кетіп жатқан жоқ па? жоқ, өзінің несі бар ғой,
айтып кетті ғой, 5 кезеңі бар. Мысалға жер алынды ма, біріншіден мана не апыз алынды дұрыс қой. Апыз алынғаннан кейін проект жасалу керек. Экспертиза. Одан мана құрылыс мекемесі мердігер авторлық техникалық надзор болу керек. Сіздің аузында. Бәрін жинап нету керек. Сіздің аузында. Дронның үстіне түсіріп, қандай тұлға болсын қарамай бәрінің заңсыз екенін халыққа жарияладық. Мысалға алдымен тек қана бұзу фактісін емес, біз тиісті түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Одан кейін тағы да видео түсірдік. Салымшы ретінде квартираны алатын кезде қандай құжаттарды сұрау керек екенін. Осы бағытта да видео жолдадық біздер. Бұдан кейін заңсыз бір құрылыс котлован қазғанын біздер уақытылы анықтап, кері оны көндіру туралы шешім қабылдап, кері көндіріп, онда да видеосын жарияладық. Біз поэтапны бастап кеттік барлық объектілерге қатысты. Біз мына жерде, неге кәсіпкерлерді қырып жоюда мәселе оларда емес, біздер халықты, кәсіпкерлерді тәртіпке келтіруге. Қаншама мысалы салымшылар айқайлап жүр, үйлерінің несі жоқ, үйлері бітпей қалған. Біз осы жерде түсіндірме жұмыстарын біз негізі сіздермен бірлесе жүргізуіміз керек. Дәурен талабылы ма? Жақсы, сіз енді көп сөзге кетпеңіз. Бізге нақты сұрақ керек. Уақытымызды алмаңыз, біздің уақытымыз өзі санаулы. Менде мынандай ой келеді. Жаңа 29 объектіні талдау керек. 29 объектіні талдау. Соттың шешімі шыға берсін, талдау керек. Сосын сол 29 объектінің иелерімен де сөйлесу керек. Біз егерде партия, халықтың партиясы, халықтың мұңын тыңдайтын партия болатын болсақ, толық талдау жасауымыз керек. Атысты сырттай шешім шығармауымыз керек. Соттың шешімі шыға береді. Шыққан жар соттың шешімі. Мен соттың шешімін заңсыз деп отқан жоқпын. Заңсыз шығар. Бірақ ар жағында халықтың да талап-тілегіне несіне ескертілмей қалынма дейтін бір көңіліме күдік келіп отыр. Сондықтан бір ғана айтқан, Гаскінің болмаса архитекторға барып апыз алған жоқ, болмаса бір құжатты барған жоқ, менің алдыма келген жоқ, содан кейін заңсыз дейтін болатын болса, онда әңгіме дұрыс емес. Бір жақты шешім деген сөз бұл. Сондықтан бұған талдау жасауымыз керек. Рұқсат па бір талдау ретінде айтайын? Айтыңыз, бізге 29 мекемені талдап беріңізші. Содан кейін біз бұл мәселені қайта қараймыз. Мен 29 мекеменің 29 кәсіпкермен сөйлесуіміз керек. Әрқайсының талдау дұрыс па, дұрыс емес па? Егер оларға қиянат болып жатқан жоқ па? Оның бәрін тыңдауымыз керек сияқты. Сосын барып шешім қабылдауымыз керек. Мына жерде бізде Ақтауда 29 шағын ауданда плита құлады. Плита құлады. Білесіз ғой, бәрі. Құлады. Міне. Неге соны құлағанша, неге 5 этаж салынғанша, 9 этаж салынғанша неге жібердіңдер, салдырдыңдар? Әбден салынып болды, мың ойлап қалған 29 аталығы білеміз ғой. Құлады, плита құлады. Оның рұқсаты бар, талон алынған объекті. Жаңағыда айтқандай, технадзормен, автоский надзормен келісімшартқа отырмаған. Сол кезде техника қадағалаушы ешқандай жұмыстар жүргізілмеген. Біздер құлағаннан кейін, тексеріс ашқаннан кейін входной контроль болмаған, дефектный плиталарды бар орналастырған. Осында объектілерге кім жауап береді, кім қабылдайды? Адамдар тұрады, бір объектті 50 жыл эксплуатациядан өту керек. Мысалы, тұрғаннан кейін бар, Турция еліндегі жағдай болса, оған кім жауап береді? Біз айтып отырғанымыз, заңсыз салынған құрылыстың сапасына біз кепілдік бере алмаймыз. Сол себепті ешқандай рұқсат жоқ па, значит, ешқандай контроль сарапшы тарапынан ешқандай жұмыстар жоқ деген сөз. Осы бағытта біздер шаралар қабылдаймыз. Жақсы. Дәурен Талапұлы, біз мен айтып отқан жаңа 29 объектіні нысанды бәрі керемет екен, бәрі заңсыз болғанмен біреудің қиянат көрген екен деп отқан жоқпын. Бізге толық талдау қажет. Сол талдау арқылы біз талдауға көзімізді жеткізіп, заңсыз екен, мен оларды заңсыз емес деп отқан жоқпын. Заңсыз деп танымдыңдар ғой. Соттың шешімі шықты, сіздің ұсыныстарыңыз бар, заңсыз ғой енді, заңсыз. Бірақ сонда да біреу қиянат көріп отқан жоқ па дейтін көңілімізге қара-қашқасын айтып отырмыз. Сіздің қазір ұсыныс айтқан дәлелдемеңізге қарағанда, уақытында апыз алмаған, уақытында менің алдыма өтпеген, уақытында жаңа айтқан бізден рұқсат алмаған, уақытында келіп хабарласу керек, хабарласпаған деген дейтін болсаңыз, онда білмедім. Ал басқаша, құрылыс мамандары бар, құрылыс мамандары бойынша экспертиза жасатуға болады, талдама жасатуға болады. Егер де нақты заңсыз болатын болса, онда біз оның оларды ақтап отқан жоқпыз. Бірақ біз
Сізге де жақтаспауымыз керек, ана кәсіпкерге де жақтамауымыз керек. Бізге қара ақылды қаржылаған әділдік керек. Халық қиянат көрмесін, әділдік болсын деген әңгіме айтып отырмыз бұл жерде. Сіздің бізге ұсынып отырған қазір талдамаңызда нақты мынандай көруге нарушение бар дейтін болсаңыз, сол талдап айтсаңыз 29 мекемен, онда біз оған келісеміз. Элементарно объектіні бұзған кезде экскаватордың көбісі тиген кезде құлап жатыр. Өзіңіз видеолардан көрген шығарсыз. Әрбір салынған үйде, мысалы, стенкілердің арасында связка болу керек. Связкаға салынбаған. Ал сол объектіге адамдар тұрып иінеп, жаңа перепомерку жасайтын болса, бұзатын болса, анау құлап кетсе, кім жауап береді? Ондай ситуацияда газға қайда қарады деп мен жауап беремін. Сол себепті мен қайтадан айтатын нәрсем, рұқсат жоқ, тиісті эксперт сарапшылардың контролі жоқ па, бұл үй сапасыз, сапасына ешкім не келтіре алмайды. Бір объектіні біз келісімшартқа сот тәртібімен отырдық, ұйғарыммен, медиативтік келісімге. Казнисадан, біз арнайы міндеттеме қойдық, заключение алсын деп. Казнисаның заключениесінің негізінде фундаменті 20 сантиметрге, топырақ отырып қалған фундамент 20 сантиметрмен тұр. Проект усиление 70-80% дейін усиление өтіп тұр. А сол объектілерге адамдар барып қоныстанады. Біз құрылыстың тілімен айтқанда осындай фактілер бар. Сот тәртібінде тек қана бір объекттен бірінші сатыда отырып қалдық, бірақ апелляциялық тұрғыда бізде бердік, прокуратураға протест бердік, апелляциямен бізде жеңіп кеттік. Менде бір сұрақ бар. Мына жерде Астана сауда орталығының артында бұрын бір кафе болды, сол кафенің орнына үй салынған. Ана кранның бойы да жетпейді ана үйге. Ана бірдеңелерді құрастырып бірдеңе салып, өткенде бір көтеріп барсаң тасына дейін түсіп кетті. Заңды сол үй бұзылады деп әлеуметтік желіге шықты. Ол үй бұзылған да жоқ, әлі аны құқықтай жүр. Оның халқы да қарсы шықты. Әлеуметтік желіге шықты. Негізі біздің 2-9 этаж үйдің алдына бұрылатын жер жоқ, машина келетін жер жоқ. Мына жерде мен айтайын, ол базар дейтін мекеме бұл үйдің де шешімі шықты, соттың шешімі. Енді сіз қараңыз, ол жерде 10-нан аса этаж монолитпен құйылған. 12 этаж, 15 этаж. Монолитпен құйылған. Қазіргі мына халыққа айту былай оңай шығар, мына келіп мынаны бұзып тастасын, мынаны бұзу керек дейтін. Ал оның бұзудың өзінде де тәртібі бар. Оны либо жаратын түрі бар. Мана егер ракушка тас болса екен, бұзылады, экскаватормен бұзылады. Ана жерде 12 этаж құлаған жағдайда қаптауындағы жағдайлар бар ма? Или жарылған кезде тағы да шашырайды ма? Или мына қалай салды, обратный порядкте бұзу керек пе? Оның бәрі мәселесі қаралады. Соттың шешімі шыққаннан кейін, соттың шешімін орындау атқару парағы сот орындаушыларына жолданады. Сот орындаушылар барып ары қызмет атқарады. Ол жерде біз келіп ана бұзатын жағдай үшін максимально безопасный жағдайларында біз қарауымыз керек. Оны келіп бұзғаннан кейін жан жақтарға құлап кетуі де мүмкін ғой. Көбінесе ол жерде бізде тығыз құрылыс қазіргі таңда. Біздер ол егер де рұқсаты бар болса, біз тексеріс ашуға бізде негіз жоқ. Жалпы құрылыс тоқтап қалғаннан кейін ол консервациядан өту керек. 6 айдан кейін тоқтап кетсе. Егер де сіз кәсіпкер болсаңыз, сіз қаражатыңызға рұқсат алып объектіні салдыңыз. Қаражат мәселесіне сәйкес объекті тоқтап қалды. Соған келіп біздер келіп сіз тексеретін болсақ, біз сізге қиянат жасаған сияқты боламыз. Сіз рұқсатын алып, онда да ситуацияны біз қарап жатырмыз. Мерзімін егер де созатын болса, қайтадан уведомление тапсырады, бірақ ең бастапқыда құрылыс салу туралы бізге хабарлама берген объектілер. Менде бір сұрақ бар. Жалпы мына қалада құрылыс үйлер салынып жатыр ғой, нысандар. Соларға жалпы мына жылу бар, су бар, коммуникация жағына талдау бар ма? Сіз салып жатыр, микрорайондардың арасынан салып жатыр, мына 9 миллионның Қашағанның қазына салып жатыр. Ана үйлерге жылуға не болады, светі қалай болады? Сол жағдай бар ма? Ең салар кезде қалай? Объекті біткеннен кейін, мына акт приемкеде жаңа 234 форманың 11 тармағында коммуналды қызметтердің қолы қою керек. Газ бар, АОС бар, жаңа мобильный, жаңа инвалидностьтер бар, сол сияқты коммуналдық службалардың бәрінің қол декларация қойылады. Олардың өздері барып тексереді, қол қойылады, қойылғаннан кейін барып бізге есепке алуға тапсырылады. Ол коммунальный службалардың өздерінің жауапкершілігі. Мен бұл қызметке араласа алмаймын. Жақсы, тағымда қандай сұрақ бар? Міне жаңа айтқан, мысалы 31 объект деп айтайықшы, 29-ы. Соның ішінде мысалға алаң архитектор сөйтіп қарап отырса, сондай бір жағдай болмас па еді? Қалай ойлайсыз өзіңіз, жеке азамат ретінде айтыңызшы. Сіз енді әбден салынып болғаннан кейін сізде жерде шаруаңыз жоқ. Жерді акимат берді.
жаңағы ұлсатын берді, жаңағы жердің силовойын шығарып берді, сосын салады ғой енді үй дейді. Сосын сіз барып енді бір күні барып заңсыз деп жаңағы құжаттарын тексеріп заңсыздығын анықтайсыз. Ал оның алдын алу жөніндегі жұмыстарда сол қаланың архитектурасы, қаланың құрылыс бөлімі, қаланың сол құрылысты көруіші зам әкімдері қайда қарап отыр, не істеп отыр? Мен бұрынғы Неге соны анда мысалы квартал сайын мен де осы сондай жұмыс істедім. Квартал сайын біз тыңдайды едік, мысалы осы құрылыстардың нешеуі қандай жағдайда кім салып жатыр, ол не деген құрылыс, оның мақсаты қандай, үй ма жоқ әлде басқа коммерческий объект ма, ол әлде басқаны жаңағы әлеуметтік нысан ба деп соның бәрін зерделеп етіп, сосын адам қарап комиссия қараңдаршы, не болды, жерден құлап кетпесін, я бай болмасын, қалай екен деп. Сондай мәселелер бар ма? Сіз оны қарай алмайсыз ғой, архитектураны? жоқ, архитектураны тексеретін басқа орган. Жалпы енді мен бұрынғы әріптестеріме Қаланың әкімі келу керек еді, зам әкімі осы жерде. мен баға бере алмаймын. Жалпы өзіңіз білесіз, кезінде облыс әкімі Асхат Ниязовқа сұхбат берген кезде ол кісінің өзі айтты ғой, пробел болған. Кезінде пробел болған. Осы бағыт мысалы. Қазіргі таңда қала әкімдігі жақсы жұмыс жүргізіп жатыр. Мысалы ай сайын нелерін мониторинг жүргізіп жатыр. Мониторингтің өзінде де республикалық деңгейде өзгеріс енгізді. Бұрын объекті келген құжаттарға сәйкес қарайтын еді. Қазір визуалды қарау деп 23 жылы қаңтарда күшіне енгізді. Осы түсінесіз, бұл бүкіл республикадағы кемшілік, заңның несі шикілігі. Соның бәрін қазір қатаңдатып жатыр. Қазіргі таңда объекті қабылданғанда ГАСК-ны бұрын комиссиядан алып тастап еді. Қазір комиссия кері қосатын жағдайын да қарастырып жатыр үкіметтің деңгейінде. Бұл енді ЧС пен ГАСК-ны сол мәселе қаралып жатыр. Біз енді бір нәрсеге өзіміз көңіліміз толмайды да, қарымыз ашады. Облыстың орталығы, гор акиматы отыр, облыс акиматы отыр, ГАСК отыр, облыстық управление строительства отыр. Тағдым, бәрі отыр да, неге осы облыс орталығында сондай заңсыз құрылыстарға жол береміз? Неге сонда? Бәріне көз жұмып қараймыз деп ойлаймыз да. Біз көз жұмбаймыз. Мысалға айтайыншы, мына жолдан өткен кезде Турецкий салдың қасында ғимарат салынып жатыр. Дәл мына жолдан өткен кезде кольцевойда, 10 этаждан асқан геотехно дейтін. Рұқсатты гостиница алады. Гостиница салам деп рұқсат алады. Фактически үй салып жатыр. Мен қазір гостиница рұқсат алған кезде, мен уақытында салып жатқан кезде, сен гостиница салып жатсың ба, мен кіре алмаймын, мен құзыретім жоқ, мен қызметім асыл есепте пайдалануға. Оны гостевой дом деп жазып қояды, осылай ма? Жоқ, гостевой дом ол бөлек, гостиница бөлек. Соны гостиница ретінде біз технадзордан бізге ақпарат келеді, технадзордың материалын біз көтереміз, көтерген кезде технадзор айтады, қазіргі таңда ауытқу от проекта бұл жерде үй салынып жатыр деп, өзі біздерге арызын жазады, біз тексере салсамыз, анықтаймыз. Сотпен бастапқыда бұзудан бұрын оны тоқтатамыз, бір айға құрылыс тоқтасын деп. Бір ай тоқтатады да кері жалғастырып кетеді құрылысын. Қазіргі таңда бірінші сатыда соттың шешімі шығып тұр. Бұзу туралы. Осы соны бұзу туралы берсе көп адам тайдан бір ақша салған, енді ақшасын ала алмай жүр. Кәсіпкердің өзі айтады, менде ешқандай дөрсі жоқ дейді, мысалға. Біздер енді әркімнің қандай салымшылар бар екен, оның құпия ақпаратын олар бізге бермейді. Біздер ол енді салымшылардың қаражатына кірмейміз. Біздер енді гостиница салып жатырып, басқа объект салынып жатыр, өзіңіз түсініп қараңыз енді мысалға. Ол біздердің застройщиктердің де жауапкершілігі бар. Тек қана мемлекеттік орган емес, ол жан-жақты қаралатын нәрсе, ол ортақ проблема, білесіз, бәрі шешілген керек. Сіз Дәурен Талабұлы жаңа 31 объектіні, 29 объектіні жіктеп бересіз бе мысалы? Бізге поспешный бересіз бе осы партияға? Берейін, бізде бар. Мынандай объекті, мынандай уақытта басталған, мынандай уақытқа қазіргі бүгінгі жағдай мынандай стадияда тұр, мынандай жаңа айтқан кемшілігі бар, графамен сөйтіп берсеңіз, да? Целевой мындай еді, бастапқы целевой мындай болды, содан кейін мындай, мына гостиница деп отырсыз ғой, сол сияқты ауысып кетті, бірақ мына бұзуға жатасың деп несін берсеңіз. Сондай жаңа кемшілік нелердің бәрін, сіздің замечаниеңіздің бәрін жазып берсеңіз. Соны қарайық. Біздің жалпы басқарманың тексеру жұмыстары жүргізілгені ол для служебного пользования. Жалпы бізде бұйрық бар. Мен енді басшылық құраммен ақылдасайын, тиісті. Мынау енді 28 құрылыс объектісін бүкіл республикаға жайылып кетті ғой енді. Сен жақсы бізге 31 бермей ақ қойыңызшы, 28 дейтін цифрымызға беріңізші, 28-ін. Бізде бермейтініңізді алып қалыңыз құрсын.
жоқ, таблицасы несі бар, соттың шешімі қашан шықты, не шықты, оның таблицасының варианты бар. жоқ, бізге енді соттың шешімі шыққаннан бұрын ана ол объектінің қандай несі бар жаңағы, недостаткасы бар, қандай нарушениесі бар, мысалы қандай кемшіліктер бар, сол да керек қой бізге сол керек бізге. Бәрі идентичный, рұқсат жоқ деген сөз болды. Идентичный сөз. Жоқ. Ладно, біреуінде АПЗ болса, эскиз жоқ. Біреуінде АПЗ мен эскиз рабочий проект. Соны жазып болмай ма? АПЗ жоқ, я эскиз жоқ. Бәрі общий бір этап. Рабочий проект без экспертизы, заңды күші жоқ. Мысалға да ол бәрі сол этап 5 основной қойылатын талап сақталынбаған. Bir сөзбен сол. Самовольный постройка дейтін сол. В общем, 2020 жылы берілді ғой соның бәрі, содан бастап салып келатыр ғой. Одан бұрын 19-дан, 18-ден басталғандар бар, 19-дан басталғандар бар. 8 объект бойынша медиативтік келісімге келдік. Керуен, так. 8 объектімен добро келісімге келісу туралы шешім қабылданды. Соның 7-еуімен келісімге келдік. Біреуі бас тартты. Яғни Керуен, Бикс Групп, Гранд Авеню, Сейдалиева, сосын ЖК Кран, Ақжайық, Аштар Строй. Екі объект бойынша келісуден бас тартылды. Мұрагер, Кербез. Екі объект бойынша қараусыз қалдырылды. Бұл Самғау және Бозжыра. Яғни мына жерде медиативтік келісімге келе аламыз соттың барлық процесс кезеңінде, Верховный сотқа барғанға дейін уақытта. Жаңа келісімге келгенде біз қандай талап қоямыз? Казницаның талабы. Бұл комиссия құрылды, незөлімсіз комиссия бар. Оның комиссияның төрағасы Қарағай Жұмабай Абасұлы. Енді комиссия қалай айтады? Казницаның қорытындысын алу керек дейді. Жаңағы научно-исследовательский институт строительства и архитектуры дейтін бар ғой. Сол жерге келіп, бүкіл үй мына жерде жарамды ма, жарамсыз ба? Осы бағытта оң қорытындысын алған жағдайда біз құрсыға ары қарай салып кетуге мүмкіндік береміз. Жақсы, сұрақ жоқ қой, иә? Жақсы, отырыңыз, қорытындылайық онда.